Алла тағала кімге қаласа сыйлауды, сол нәрсені жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қалады, сыйлады пайғамбарлықты. Міне. Сондықтан үкім өзіне тән. Осындай сыйлаушы, кімге қаласа, нені қаласа сыйлаушы Раббыңның. Үкімді шешуші, жеңуші Раббыңның рахымының қазыналары осылардың қасында ма дейді. Міне. Бұның біздегі көрінісі, құрметті жамағат. Егерде Алла тағала сіздің бір туысқаныңызға, бауырыңызға, бір туысқан досыңызға бір жақсылық беріп қалса, сол кезде сіз кішкене өзгеріп кетсеңіз, жаңағы жерде сіз Алланың рахымын, Алланың шешкендігіне, солай шешкендігін көтере алмай жатқан адамсыз. Неге мағанда емес, неге мен емес? Осы қасиеттің ұшқындары бұл, күпірлік болмаса да, осының ұшқындары да ол. Осындай дәрежеге дейін тазару керекпіз біз, ол болмайды ол бізге. Біреуге жақсылық сыйласа барып, берекелі болсын Алланы сыйлаған жақсылық деп құшақтап, мына жақты сындырыңыз ішіңіздегі нәрселерді. Сосын барып, тағы барып, сәждеге жатыңыз, ана жаққа барып, Раббым кешірші, күресіп жатырмын ішімде деп. Оны сөйтіп жоқ қылмасаң жоғалмайды ол. Оны сындыру керек, жоқ қылу керек оны. Раббым мына нәрсе ішімде қинап жатыр, Раббым кешірші деген нәрселермен істеу керек. Өйткені Алла шешеді. Сіз шешпейсіз, сіз шешпейсіз ештеңені. Алла тағала шешеді. Кімге береді? Қанша береді? Не береді? Омар радиаллаху анхудың жаңа ғана халифа болған заманда мына Халид ибн Валидті мысалы айтайық, мансабынан ауыстырған кезі болған. Енді қазіргі тілмен айтқанда генералдықтан рядовойға қарай түсірген кезі болған да. Сол Омардың солай түсіріп жібергенін жаңағы сапқа барып тұрады ғой Халид ибн Валид. Генералдықтан түсті да мысалы. Сонда ол білет. Омар кейін айтады ғой, Омар менің ақыретімді ойлаған екен дейді да. Қараңыз қандай жақсы, Омар менің ақыретімді ойлап істеп отыр ғой дейді осыны. Біз болсақ жаңағындай жаман сөздер айтатын едік те жүрді. Қараңыздар, адамның жүрегі тәрбиеде, биікке көтеріліп былай қарай түсе салғанға. Ол үшін өзіңіз анда-санда сондай шаруаларды істеп жүріңіз. Жаңа Айша анамыз айтқандай, пайғамбарымыз кейде үйін өзі сыпыра салатын, аяқ киімін өзі жөндей салатын, немесе дәретхананың қасына келіп дәретхана жуып жіберу. Оны сен өзің сындырмасаң, практикада сынбайды ол, құрметті жамағат. Ол тұра береді сол бетінде. Біреудің сөзін көтере алмай қалатын себебің содан. Неғұрлым жаңағыдай нәрселерді істеп жүресің, соғұрлым саған анау-мынау сөздер әсер етпейтін болады ол.